بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum бүгін жаттап алуға тырысыңыздар. Мағынасы өте жақсы дұға. Аллахым үйреткен нәрсемді маған пайдалы маған пайда келтіретін білім үйрет. Маған менің білімімді аш. Екінші сабақ араб тілі. Өткен сабақта біз мим әрпімен тоқталған болатындығымыз, бүгін де тә әрпінен бастаймыз. Тә әрпі. Тә әрпі өте жіңішке әріптердің бірі. Көріп тұрғандарыңыздай, тә әрпі тіл ұшының үстіңгі екі күрек тістің біріккен жеріне тию арқылы шығады. Бұл әріп екі жағынан да өзінен алдыңғы және өзінен кейінгі әріптермен жалғанып жазылады. Яғни тә деп айтамыз. Жіңішке тә. Сөздің басында осылай жазылады, сөздің ортасында былай жазылады, және сөздің соңында былай жазылады. Ал мынау жеке тұрған үлгісі түрі. Ал ендеше оқиық. Тә, ти, ту. Яғни та деп оқымаймыз. Мынау а деген дыбысты береді. А деп оқу керек. Бұл а деген қысқа дауысты харакат, фатха деп аталады. Бірақ та деп оқымаймыз. Неге? Себебі тә ол жіңішке әріптер. Жіңішке әріптердің қатарынан. Сондықтан тә деп оқимыз. Тә, ти, ту. Мәт, тәм, мит. Ма, и, та. Мит. Тин, мут, ту. Тә, мәр. Мә, тәр. Тә, риз. Зур, ти. Амәр, ти. Марәр, ту. Келесі әрпіміз нун әрпі. Нун әрпі тіл ұшының үстіңгі екі күрек тістің етіне тию арқылы шығады. Қазақ тілінде де, орыс тілінде де бар. Н әрпі қиындыққа соқпауы керек дыбысталуында. Сөздің басында осылай жазылады, сөздің ортасында көріп тұрғандарыңыздай осылай жазылады, және сөздің соңында осылай жазылады. Яғни нун әрпі өзінен алдыңғы және өзінен кейінгі әріптерге жалғанып жазылады. Көпшілігі осы нун әрпін зә әрпімен шатастырады. Өйткені зә әрпі де дәл осылай ұқсайды да. Бірақ айырмашылығы зә әрпі өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Сондықтан да шатастырмаңыздар. Ал нун әрпі өзінен кейінге жалғанады. Егер н әрпі былай жалғанып жазылып жатыр ма? Қорықпастан, яғни смело, н деп оқыңыздар. Жақсы. Кеттік әрі. Нә, ни, ну. Ән, ин, зин, мән. Аудармасы кім. Мин. Аудармасы дан, ен, тан, тен. Орысша предлог из. Мин. Әнә мин Қазақстан. Мен Қазақстаннан. Нәм. Әнтә. Аудармасы сен. Жай-жаймен сөздік қорларыңызды көбейте беріңіздер. Менде барлығын толықтай аударып бермеймін сіздерге. Азғантайдан аударып беремін. Жаттауларыңыз үшін арасында орысша сөздер қосып жіберіп жатырмын. Негізі мен ұнатпаймын орысша араластырып сөйлегенді. Сол үшін кешірім сұраймын сіздерден де. Нимтә, әнтум. Аудармасы сендер, ертегіне айтылады. Нимту. Назиру. Нази, назину. Амарына, умирына. Кеттік әрі. Келесі әріп я әрпі. Я әрпі, и әрпі ғой. Әрпі тілдің ортасынан таңдайға жақындатылуы арқылы шығады. Я. Бұл әріп екі жағындағы әріптермен де қосылып жазылады. Өзінің алдыңғы әріппен де, өзінен кейінгі әріппен де қосылып жазылады. Оқиық. Я, и, ю. Айталаймын. Я, и, ю. И, у ғой. Правильно, и, у демейсіз, ю.
ай аталу қалай еді белгілі сукун тоқтаймыз иә содан кейін ай айму зай су мына жерде қателесіп кетті т болу керек өйткені с әрпіне әлі келген жоқпыз біз зай су бола берсін жарайды май ту рам ром ю тағы да роға бір қатты тоқталып кететін болсақ ро әрпі о мен аның ортасында айтылады толықтай ро емес толықтай ра емес ро ро о мен келе жатып аға аяқтайсыз ра Яман Мариям май зәр өздеріңіз оқып көріңіздер майман Ayman Amroyni Zaytayni Aymayni Maytayni келесір бәрібі мен мынау презентациямдағы бірінші төртінші сабақтарға мән бермей қалдыңыздар бә әрпі кәдімгі ол орыс тілінде де қазақ тілінде де кездесетін б әрпі яғни б әрпі еріннің шапшаң ашылуы арқылы дыбысталады бұл әріп екі жағымен де қосылып жазылады өзінен алдыңғы әріппен де өзінен кейінгі әріпке де қосылып жазылады осы орайда қосылып жазылмайтын әріптерді еске түсіріп кетейік сіздерге қайталау болсын қайталау оқудың анасы деймін жалғанбайтын әріптер қандай еді алиф ра за дәл зәл уау ол әріптер өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды көріп тұрғандарыңыздай алдыңғы сабақтарда түсіндіріп айтып кеттім ғой сіздерге сол р әрпінен кейін бүйтіп жалғап алып кетпейсің миыңға тағы да не бар мына жерде алиф иә алифтен былай жалғап алып кетпейсің жалғанбайды екеуі әб иә әбун әке деген мағына ғой бір сөз екеуі бірақ екі әріп екі жерде тұр себебі алиф өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды егер жалғап жазатын болсаңыз ол о әрпіне ұқсап қалады міне оқиық бә би бу әб ибну бала бинту қыз байту үй жазып жаттаңыздар байну рой бу зәйнәп бәрбәр байрон байрон түрік тілінде де араб тілінде де үндеке деген мағынаны береді ромрам абрам минбар биамрайни биамройни бибайтайни минбаройни байромайни мибромайни зайнабайни деп бүгінгі сабағымыз бә әрпімен тоқтатайық негізі сіздерге айта кететінім егер сіздер араб тілін білсеңіздер түрік тілін үйрену сіздерге оңай тиеді өйткені көп сөздер түрік тіліндегі араб тілінен енген сөздер сол сияқты егер араб тілін білсеңіздер түрік тілін тез үйренулеріңіз керексіздер өйткені сіздерде дайын сөздік қорларыңыз бар массалама ассаламу алейкум келесі сабақта кездескенше